Доған компания осы үйде кезінде бостандыққа шығуына көмектескен адаммен жолы түйіскен еді. Сол көмектің өтеуі ретінде Бихрам 20 жыл бойы оған адал қызмет етіп келеді. Бұл жолғы кездесудің себебі де түсінікті болды. Қожайыны оның соңғы жұмысына көңілі толмай, қатаң ескерту жасайды. Оның үстіне Бихрамның ең жақын достарының бірі Мамықтың мәйітін алдына тастап, бүгін Мамық енді Бихрам тауарды ешкімге білдірмей, қалайда діттеген жеріне жеткізуге міндетті. Ламияның келуі Махинурдың мазасын қашырды. Ұзақ ойланған ол үйден кетуге бел буады. Бихрам Синанды шақырып, 3 талап қояды. Келесі қауіпті жүкті екеуі бірге жеткізуі тиіс. Амалы қалмаған Синан бәріне келісуге мәжбүр болды. Доған Йылдыздан жұмбақ қорап туралы тағы сұрайды. Өкінішке қарай, ішіндегі барлық зат әлдеқашан басқа жерге көшірілген екен. Синан бригадир, ал Синан компанияның жағдайы ауыр екенін айтып, жауапкершілікті Доғанның мойнына артады. Бірақ өзі жанкізеді. Бұған ашуланған Бихрам, оны алыстан ғана жақсы көр. Сендер бәрібір бірге болмайсыңдар деп кесіп айтады. Чагла Йылдызға құжат әкеліп, сәтін пайдаланып қалтасындағы көлік кілтін алып қояды. Көліктің навигациясы арқылы өзіне керек мекен-жайды анықтап алады. Сифа Дидемнің демалыс алғанын айтады. Алтын Синанға киінуге көмектесіп жүргенде, оның телефонынан Дидемнен кек аламын деген хабарламаны Махинур келіп, Чагланы құтқарып, екеуі бірге ішке кіреді. Махинур соңынан біреудің аңдып келе жатқанын сезіп, ізін суытып үлгереді. Естіген Бихрам ашуға мінеді. Ал Доған мен Чагла іздеуді одан айды. Йылдыз бір нәрсені сезгендей күй кешеді. Синан өз үйінің маңынан Махинурды байқап қалады. Шынында да Махинур бәрінен қашып, Ханжиоғлының жеке жайына келген еді. Көп ұзамай оның артынан Бихрам. Келесі күні таңертең Дидем Махинурдың бөлмесіне кіріп, күтпеген көрініске куә болады. Махинур қайтадан сөйлеуді үйреніп жатыр екен. Йылдыз адамдармен бірге жасырын орынға келеді. Оны көрген Доған мен Чагла қашуға әрекеттенеді. Іздеген заттарын тауып алған екеуі дәлелді де ала қашып үлгереді. Ақыры Бихрам Тахирдің әйгілі көлігін иемденеді. Сөйтсе, бұл көлік кезінде олардың той көлігі болуы керек болған екен. Доған мен Чагла жұмбақ қорапты ашып, ішінен бір диктофон тауып алады. Ал Сефа мас күйінде келіп, күтпеген жерден Нұргүлді ерінен сүйіп қояды. Осы сәттің бәрін Гүлшан өз көзімен көреді. Мелек Генжоға хабарласады. Генжо жақын арада бостандыққа шығуы мүмкін екенін айтады. Доған құжатта келсе, Махинурға ресми түрде құда түсіп, өзінің кінәсіз екенін дәлелдеймін деп Бихрам үлкен үмітпен жүреді. Осы тұста 25 жыл бұрынғы оқиғаның сыры ашылады. Кезінде Синан мен Махинур үйленуді жоспарлап, дәл осы той көйлегін алмақ болған екен. Бірақ бәрін сырттай бақылап жүрген Бихрам олардан бұрын сатып алып, осы күнге дейін сақтап қойған. Алайда Бихрамның қуанышы ұзаққа созылмайды. Оны кезінде құтқарған адам тағы да адамдарын жіберіп, қысымды күшейтеді. Дәл осы сәтте күтпеген оқиға болады. Тахир көзін ашады. Ал Доған мен Чагла Бихрамның кінәсіздігін дәлелдейтін аудио жазбаны тыңдап үлгереді. Бірақ дәлел қолдарына тиген сәтте оларға шабуыл жасалады. Доғанды ұрып, есінен тандырады. Чагланы күштеп көлікке отырғызып әкетеді. Ал барлық дәлел сол жерде жойылып кетеді. Бұл шабуылды ұйымдастырған кім?
Ең бастысы, не үшін?